Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Есенова Гүлжан Кемалқызы, Баймырза Беспаев атындағы мектеп-гимназияның химия-биология пәні мұғалімі. Бүгін мен зертханалық жұмыстардың ерекшелігін айтқым келеді. Оқушылардың жаратылыстану пәндеріне сабақ үлгеруі көп жағдайда оқыту әдісіне байланысты болады. Зертханалық жұмыстар оқытудың ең әсерлі және нәтижелі әдістеріне жатады. Зертханалық сабақтардың мақсаты білім алушылардың теория жүзінде алған білімін практикада қолдана білуі, кәсіби міндеттерін орындай алуына қажетті әдістерді таңдай алуы, сапасын бақылай білу, қажетті ақпараттарды өз беттерінше іздей білу, және осының нәтижесінде шығармашыл тұлға қалыптасады. Болашақ мамандықтарын айқын таңдай алады. Назарларыңызға 10 сынып білім алушылардың өз ізденісі нәтижесінде жасаған зертханалық жұмыстарды ұсынамын. Саламатсыздар ма? Біз бүгінгі тәжірибеде табиғи индикатордан заттардың ортасын анықтайтын боламыз. Бүгінгі бізде табиғи индикатор қызыл қауданы 40 қабат. Біз бұны үйдің жағдайында майдалап турап, қайнатып және сүзіп әкелген болатынбыз. Бұны біз екі шыны ыдысқа бөліп құйып, біреуіне ас содасын, біреуіне лимон қышқылын қосатын боламыз. Сонда өздеріңіз байқағаныңыздай индикатор түсі қызыл болып шықты. Бұл бізде қышқылды орта. Және екіншісіне ас содасын қосатын боламыз. Өздеріңіз байқап тұрғандай, индикатор түсі көк болды. Бұл бізде сілті ортасы. Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Түгелбай Бибігүл. Біз бүгін сіріңкесіз от реакциясын шығаратын боламыз. Бізде ең бірінші керегі калий перманганаты және глицерин. Глицеринді ең алғаш рет 1779 жылы швед ғалымы Карл Шейеле ашқан болатын. Оны ең алғаш рет тәтті май деп атаған. Ең бірінші бізге марганцовканы алып, ыдысқа құямыз. Одан кейін глицериннен 1-2 тамшы тамызамыз. Реакцияны жылдамдату үшін су тамызамыз. Сонда бізде түтін шыға бастайды. Біз сонда осы реакция арқылы көмір қышқыл газы көп мөлшерде бөлінетінін көріп отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Садиқұл Айдана. Бүгінгі біздің жасайтын тәжірибеміз лава лампа. Жалпы ең алғашында лава лампаны 1963 жылы Уолкер ойлап тапқан болатын. Бізге тәжірибемізге керек нәрселер май, су, ыдыс, ас содасы, бояғыш және 70% сірке қышқылы. Ең бірінші біз тәжірибемізді бастау үшін май мен суды араластырып аламыз. Екеуінің тығыздығы әртүрлі болғандықтан екеуі араласпайды. Енді бояғыш саламыз. Бояғыш бізде қызыл түстес. Тоғыз тамшы жеткілікті. Енді ас содасы мен сірке қышқылын араластырамыз. Екі қасық ас содасы және 2 шай қасық
сірке қышқылы. Нәтижесінде бізде көмір қышқыл газы, яғни SO2 бөлініп шығады. Осы дайын болған қоспамызды бірінші қоспамызға саламыз. Енді араластырамыз. Нәтижесінде осындай әдемі лава лампа пайда болады. Енді астына жарық қойсақ, лампамыз пайда болды. Бірақ бұл жерде енді нәтижені айта кететін болсам, көмір қышқыл газы жоғары қарай бөлініп шығатындықтан, бұл бояғыштарды жоғары қарай алып кетеді. Одан кейін көмір қышқыл газы түгел жоғары қарай ығысып болғаннан кейін, жаңағы бояғыштарымыз қайтадан астына түсіп, осындай әдемі көрініс, яғни қайталым пайда болады.